Бәріңізге сәлем, Arduino негіздері курсының кезекті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы герметикалық байланыс деп аталады. Елап.kz интернет-дүкендер желісінен сіздер RAID switch деп іздесеңіздер, геркон датчигін ала аласыздар. Электр тоғы үш түрлі әсер етуі мүмкін. Олар химиялық, жылулық және магниттік. Солардың ішінде кез келген жағдайда және кез келген жерде байқалатын магниттік қасиеті бар. Магниттік тоқтың және магнит өрісін зерттеу жұмыстары 1820 жылдары Эрнст тәжірибелері мен одан кейінгі ампер тәжірибелерінен көре аламыз. Магнит өрісінің әсерлері туралы 19 ғасырда жазғанмен, менің қолымда ұстап тұрған геркон датчигі 1922 жылы Ленинград университетінде ашылған. Бүгін біз сіздерді геркон датчигімен таныстырғымыз келеді. Негізгі бүгінгі эксперименттік жұмысқа қажет болатын құрал-жабдықтар бізге бірінші Arduino Nano микроконтроллер. Arduino Nano микроконтроллері логикалық басқару құрылымын жасау үшін қажет болады. Және де бүгінгі негізгі тақырыпқа сүйене отырып, біз бүгінгі ағылшын тілінде RAID switch, орыс тілінде геркон, қазақ тілінде геркон датчигі. Геркон датчигінің атауы ол геркон деп аталып тұрған себебі герметикалық байланыс. Герметикал контакт деген сөзден шыққан. Негізгі герметикалық байланыс жасау арқылы жүзеге асырамыз, және де бұл жерде контактілері магнит өрісінің әсерінен өзгеріп отырады. Магнит өрісінің әсерінің пайда болған кезде біз бүгінгі RGB LED жарық шамымызды, жарық диодын жағатын боламыз. Және де ең қажетті дүние ретінде бізге жалғағыш сымдар қажет болады, және де USB кабельдер қажет болады. Бір кабельдің өзі жеткілікті деп ойлаймыз. Бүгінгі бізге қажет болатын негізгі геркон датчигі. Осы геркон датчигін көріп отырғанымыздай бізде үш аяғы бар. Осы үш аяғынан біз яғни көріп отырғанымыздай жерге тұйықталатын аяғы, және де қуат көзіне 5 вольттық немесе 3,3 вольттық кернеуге жалғанатын аяғы, және де сен дата аяғы, яғни бұл аяқты біз диджитал немесе аналогтық бөлікке жалғасақ болады. Көріп отырғанымыздай герметикалық байланыстың бұл жерде вакуумның ішінде орналасқан, кейбір кезде бұл инертті газбен немесе вакууммен колбадан тұрады. Яғни бұның ішінде геркон датчигін көріп отырғандарыңыздай осы екі аяқпен вакуумның ішінде бізде инертті газ болуы мүмкін, немесе колбадан екі ашық немесе жабық байланыс орнауы мүмкін. Көріп отырғаныңыздай дәл осындай геркон KY021 геркон датчигін сіздер Елап.kz интернет-дүкендер желісінен сатып ала аласыздар. Және де бүгінгі қажет болатын ол бізде RGB жарық диоды. Енді айтып өткеніміздей геркон датчигін әуелі аламыз. Осы геркон датчигін алып, және де бізге бір жалғағыш сымды алып жалғаймыз. Яғни жерге тұйықталатын бөлігін алып қарастырайық. Бізге әуелі сіздерге көрініп тұрған аяғының ең төменгі аяғын біз жерге тұйықтаймыз. Және де біз ортаңғы бөлікті аяқты біз 5 вольттық қуат көзіне жазатын боламыз. Және де біздегі диджитал немесе аналогтық бөлікке жалғанатын аяғы, бұл аяғы міне. Осы үш аяқты біз енді Arduino Nano микроконтроллеріне жалғайтын боламыз. Ол үшін бізде әуелі жерге тұйықтау бөлігін алып қарастырайық. Жерге тұйықтау бөлігін алып қарастыру үшін бізде ground деген бөлікті қарастыруымыз қажет. Бұл жерде ground деген бөлігі бізде ең шеткі нүктесіндегі екінші тұрған нүктеге апарып жалғайық. Осы екінші нені апарып біз groundқа жалғайық. Бізде екінші тұр, ол екінші аяғына апарып жалғайтын боламыз. Екінші аяғына апарып жалғадық. Және де одан кейінгі екінші бұл бізде қуат көзіне, яғни 5 вольттық немесе 3,3. Бұл жерде көріп отырғанымыздай groundтан кейінгі RSC, одан кейінгі 5 вольт деп тұр. Сол 5 вольтқа апарып жалғайтын боламыз.
екінші шықпа аяғымызды 5 футқа жалғайық. Бес футқа апарып жалғадық, және де біздегі геркон датчигінің жасыл жалғағыш сымымызды біздің енді Digital 12-ші пинға апарып жалғайық. Ең шеткі нүктедегі пинға апарып жалғайтын боламыз. Көріп отырғанымыз ең шеткі нүктедегі пинға апарып жалғадық. Дәл осындай қылып бізде көріп отырғанымыздай датчик пен Arduino Nano микроконтроллер арасында байланысты орнаттық жалғағыш сымдар арқылы. Енді бізге RGB жарық диодын Arduino Nano микроконтроллеріне қосу керек. Ол үшін бізде RGB-ді R, Red, Green, Blue атты 3 аяғы бар, шықпасы және де жерге тұйықталатын бөлігі бар. Дәл қызмет ретінде біз әуелі жерге тұйықталу бөлігін көріп отырғанымыздай жоғарғы ең бірінші аяғына апарып жалғағыш сымды жалғайтын боламыз. Көргеніміздей жалғадық. Одан кейін бізде red яғни қызыл аяғы жалғанып тұр. Қызыл жарық шығаратын аяғы. Бұл қызыл жарық шығаратын аяғына біз тағы да жалғағыш сымды жалғайтын боламыз. Және де толықтай 3 түсті де жалғаймыз деп айта алмаймыз. Бізге бүгінгі экспериментке қажетті болатын 2 түс, яғни герметикалық байланыс жүргізілмесе, онда бізде жасыл түс жану керек, ал герметикалық байланыс болса, онда бізде қызыл түс жану керек. Көрейік енді дәл осындай жасылды жанды. Жасыл мен қызылды байланыстырсақ жетеді, біздегі жасыл мен қызылды. Енді біз ground бөлігіндегі аяғына жалғайтын боламыз. Бізде ground бөлігіндегі ең үстінде апарып жалғайық. Ол бізде үстіңгі бөлікте 4-ші тұр екен. Ground бөлігіндегі бізде аяғын жалғайтын боламыз. Ол үшін бізде groundтың 4-ші аяғына жалғайтын боламыз. Аяғына жалғайтын боламыз. Және де қалған 2 аяғын бізде Digital 11-10-ші пинға апарып жалғасақ болады. Digital 10-ші, 11-ші пинға апарып жалғайық. Яғни біздегі редімізді 11-ші пинға апарып жалғайық. 11-ші пинға апарып жалғайтын. Ал біздегі green жасыл түсті жарық шығаратын диодымыздың аяғын біз 10-ші пинға апарып жалғадық. Дәл осындай біз бүгінгі эксперименттің негізгі бөлігін схемасын ретінде біз құрал жабдықтармен қостық. Енді бізге қажет болатын ол бізде USB кабель, USB 3.0 және де мини USB кабель жеткілікті. Яғни бұны мына жағын ноутбукқа қосамыз немесе сіздің компьютеріңізге қосуыңызға, ал мына жағын біз мини USB-ді біз Arduino Nanoға қосатын боламыз. Arduino Nanoға қосайық. Қостық. Енді біз осы жүргізілгенімізді біз енді ноутбукке қосатын боламыз. Бүгінгі проекттің скетчін жазу үшін біз Arduino IDE платформасында скетчі жазуды үйренетін боламыз, және де бізге бүгінгі қажет болатын Arduino IDE платформасының жүктелген версиясы қажет болады. Бүгін біз алғашқы жазатын скетчіміздің кодымызды біз жалғанған пиндерімізді айнымалы ретінде енгізіп алуымыз керек. Яғни біздегі геркон датчигіне жалғанған, яғни Digital бөлікке жалғанған 12-ші пинді біз Digital in pin, яғни бізде input ретінде қажет болғандықтан Digital in pin деп айнымалы ретінде жаздық, және сол айнымалы integerға типті қылып, және де 12-ші айнымалы ретінде таптық. Одан кейін бізге RGB жарық диодына жалғанғандықтан бізде қызыл аяғына бізде 11-ші пинға жалғанды, және де сол 11-ші пинімізді red pin деген айнымалыға теңестіретін боламыз. Тағайындаймыз. Оның да типін integer типті, және де жасыл аяғын, яғни жасыл түсті аяғын біз green pin деп айнымалы ретінде тағайындаймыз, және де оны 10-ші пин деп алатын боламыз. Көріп отырғанымыздай пиндардың атаулары мен айнымалыларын бердік, типтарын бердік.
Одан кейін бізде енді осы пиндарға конфигурация жасау керек. Ол конфигурацияны setup функциясында жасаймыз. Настройка функциясында. Setup функциясында бізде pin mode деген конфигурациялау. Яғни output және input пиндарымызды конфигурациялаймыз. Және де бізде pin mode digital in pin. Бізде ол кіріс пе әлде шығыс пе? Яғни герконымыздан біз кіріс, яғни одан бір айнымалы алуымыз керек. Сондықтан да біз оны input ретінде аламыз. Яғни кіріс типті айнымалы ретінде аламыз, input деп жазамыз. Ал жарық диодтарымыз ол бізде output, яғни ол жарықты сыртқа шығару керек. Ал бізге мәліметті алу үшін геркон датчигі ол input болу керек. Түсінгеніміздей. Red pin мен green pinді біз output деп жазатын боламыз. Өйткені олар біз green pinға мәлімет берген кезде, мәліметті алған кезде, яғни сол мәліметті алу барысында біз жарық диодының қызыл немесе жасыл түсті жанатынын көрсетуіміз керек болады. Яғни айналамызға немесе басқа адамдарға жасыл немесе қызыл түстің шыққанын көрсетуіміз керек болады. Ендігі функция бізде жазатынымыз ол loop функциясына жазатын боламыз. Және де осы жердегі digital in pin, red pin, green pin деген айнымалар бойынша біз өрнек құратын боламыз. Біздегі айнымалы ретінде біз digitalға жалғандықтан ол digital бізде 0 және 1 деген санды қайтаратын болады. Және ол 0 мен 1-ді біз boolean типті, яғни true false типті қайтаруымыз үшін boolean және stat деген айнымалын енгіздік. Және де бізде digital, яғни input болғаннан кейін digital rate, яғни біз оны оқитын боламыз. Digital rate. Write дейтін болсақ, оны біз сыртқа шығаруымыз керек болатын, шығыс болатын. Ал бұл жерде digital rate, және де біздегі айнымалымыз, оны оқитын айнымалымыз, біздегі input кіріс айнымалымыз digital in pin деген айнымалыны жақшаның ішіне жазатын боламыз. Көргеніңіздей, stat логикалық айнымалы болып табылды. Ендігі бізде шарт қоюымыз керек болады. Осы шарт бойынша, яғни статымыз, яғни бірге тең болған кезде, яғни high болған кезде, high деп отырған яғни бірге тең болған кезде, яғни статымыз бізде логикалық типті, логикалық 0 мен 1 айнымалысын алады, қайтарады. Және де осы жерде 1 болған кезде бізде жасыл түс жарық диодымыз жанып, қызыл түсіміз өшуі керек. Яғни осы жерде green pin high дейміз, ал digital right келесі ол бізде red pin low дейміз, яғни сөну керек. Green pin high, яғни келесі бізде digital right ол бізде red pin low болу керек. Және де осы шартқа байланысты бізде if функциясы бойынша енді келесі шартымыз ол else болады, яғни ол 1 болмаса, яғни басқа болатын болса, онда біз қандай жұмыс жүргіземіз? Digital right, яғни басқа болатын болса, ол кезде қызыл түс жану керек. Red pin high, ал керісінше green pin low болу керек. Digital right бізде green pin low болу керек. Және біз скетчті толықтай жазып болдық, яғни 1 болған кезде жасыл жануы керек, 0 болған кезде қызыл жануы керек. Және де көргенімізде жарық диодтарын жарықтандыратын боламыз. Және де осы жерден біз енді компиляцияға беретін болсақ, компиляциямыз дұрыс орындалуда. Көріп отырғанымызды. Компиляциямыз дұрыс орындалып жатыр. Дұрыс орындалды. Біз көрсеткенде жалғаған схемамызды, яғни датчиктерді, герметикалық байланыс датчигі, және де біздегі бұл жерде бізде ортаңғы бөліктегі 5-ші бөлтіміз үзіліп кеткен секілді. Жоқ, тек біздегі мына жақтағы қызыл аяғымыз 11-ші пиннен шығып кетіпті. Соны жалғайық.
Және де осы көрсеткенімізді біз енді USB кабель арқылы ноутбугімізге жалғайық. Мен қосайын. Arduino IDE платформасында компиляцияға бергеннен кейін скетчте ендігі кезекте біз оны Arduino Nano микроконтроллеріне загрузка жасауымыз керек болады. Яғни жазған кодымызды, скетчімізді Arduino Nano микроконтроллеріне құюымыз керек болады. Ол үшін бізге компиляциядан кейінгі батырманы басу керек болады. Яғни екінші загрузка және де біздегі плата Arduino Nano'ны таңдауымыз керек болады. Ал процесс Atmega 328P Old Boot Loader'ды таңдауымыз керек, және порт бізде COM6 портты таңдауымыз керек болады. Және одан кейін біз загрузкаға бере берсек болады. Загрузкаға бергеннен кейін, загрузка жүргізілгеннен кейін біз инструменттің ішіне монитор портаны ашып қарасақ болады. Яғни бізде монитор порттың ішінде біз ешнәрсе жазған жоқпыз. Сол үшін бізге serial print, яғни монитор портқа шығару үшін serial print ln, яғни ассасына шығару үшін бізге stat, яғни boolean типті, логикалық типті айнымалыны statты шығаруымыз керек болады. Және де 9000 setup функциясына 9006 портты қосуымыз керек болады. Оны қоспайтын болсақ, бізде монитор портымызға шығармайды. Сонда 9600-ге қосамыз және де қайтадан загрузкаға беретін боламыз. Загрузка жүргізіліп болғаннан кейін қайтадан инструменттің ішіне кіреміз. Инструменттің ішіне кіріп, біз осы инструменттің ішіне кіріп монитор портты ашатын боламыз. Монитор портта бізде 1 шығарып жатыр. Яғни stat, яғни логикалық типті 0 мен 1-ді қайтаратын болғандықтан, boolean типті болғандықтан бізде stat айнымалымыз 1-ді қайтарып жатыр. Яғни 1-ді қайтарған кезде бізде жасыл жанады, ал 0-ді қайтаратын болса, яғни магнит тигізетін болсақ, ол кезде 0-ді қайтарады. Қазіргі таңда 1-ді қайтарып жатыр. Ешқандай әсер тигізіп жатқан жоқ, ал данный момент 0-ді қайтарды. Яғни магнит әсер болып, магнит өрісі пайда болды. Магнит өрісі пайда болғаннан кейін біздегі монитор портымыздағы мәніміз 0-ге ауысты. Яғни көріп отырғандарыңыздай Arduino Nano микроконтроллер ноутбукке жалғанды. Енді біз скетчі жазған бойы көрсеткен болатынбыз. Осы жерден енді біз қажетті дүниемізді жасайтын боламыз. Жасыл шамымызды, яғни біз бұл жерде брейдбордты қолданып тұрған жоқ, сондықтан да біз скотчпен жабыстырып қояйық жарық диодымызды. Өйткені бізге жарық диодымыз қазір бізге қажет болатын дүниемен қаншалықты дәрежеде көмектесетінін көретін боламыз. Енді бізде герметикалық, бізде көріп отырғандарыңыздай, герметикалық байланыстың ішінде вакуум бар. Сол вакуумның ішіне электромагниттік өрісі туындау керек. Ол үшін бізге магнит қажет болады. Ол магнитті біз қарапайым үйде қолданатын темір терсектерді жинайтын магнитті алсақ болады. Осы магнитті, міне көріп отырғандарыңыздай, осы магниттің түбін ғана мен тигізетін болсам, жарық диодын қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Алатын болсам, менде жарық диодым жасыл жанды. Герметикалық байланыс тудырған кезде, мен магнитті тигізген кезде, онда магнит өрісі пайда болады да, мендегі скетчтің коды арқылы жарық диодым қызыл түске жанады. Көргендеріңізде, қайтадан мен магнитті алыстыратын болсам, онда герметикалық байланысымның үзіліп, жарық диодыма жасыл түс жіберіледі. Қайтадан көретін болсам, магнитімен герметикалық датчикке, геркон датчигімен мен магнитті тигізетін болсам, қараңыздар, жарық диодым қызыл түсті жандырып жатыр.